Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз желідегі тілдесу. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты тілдесу және желіде тілдесу ұғымымен танысамыз. Желідегі қоғамдастықтар туралы біліп, тілдесу барысындағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйренесің. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейікші. Адамдардың бір-бірімен тілдесуінің маңызы қандай? Интернет желісінде тілдесудің пайдалы жағы мен зияны туралы не айтуға болады? Балалар, берілген суреттерге қарап тілдесу түрлеріне мысал келтіреміз. Күнделікті өмірде тілдесудің және қарым-қатынас жасаудың маңызы өте зор. Тілдесу арқылы ақпарат алмасамыз, білімімізді арттырамыз, ой-өрісімізді кеңейтеміз. Желінің дамығаны соншалық, қазір тілдесу электрондық байланыс арқылы жүзеге асуда. Интернет арқылы адамдар арасында хабар алмасу, тілдесу жеңілдеді. Интернет желісінде кездесетін негізгі қауіптер: пиғылы нашар адамдардың ықпалына түсу, желідегі зиянкес вирустық программалардың компьютерге қауіп төндіруі, пайдаланушыға әлеуметтік желіде хабарлама түрінде тіл тигізуі. Интернет желісін қауіпсіз пайдалану ережелері: бөтен адамдарға мекен-жайды, телефон номерді, ата-анаң туралы мәліметті берме. Сайтқа құпия ақпаратты енгізбес бұрын веб-парақтың басталатын мекен-жайына жабық құлпына назар аудар. Желідегі достық ұсыныстарға өте мұқият бол. Достық қолын созғанның бәрі де дос емес екенін есіңнен шығарма. Сұрақтарға жауап береміз. Интернет желісінде белгіленген уақыттан артық жұмыс істеудің қандай зияны бар? Интернеттегі қоғамдастыққа мүше болу қажет пе? Дәлелді мысал келтір. Жай тілдесу мен интернет желісінде тілдесудің үш айырмашылығына мысал келтір. Балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.